Жаратушыға риза болу, оған толық мойынсұнып, барлық істерді оған тапсыру. Алла тағалаға риза болу, оған толық мойынсыну және барлық істерді оған тапсырудың мәні. Риза болу басыңа келген сәтсіздіктің көптігіне қарамастан, Алланың тағдырына ешбір наразылықтың болмауы. Құлдың міндеті Алланың алдын ала жазған тағдыры бойынша разылық танытуымызды бұйырған нәрсеге разы болу. Өйткені Алла тағаланың алдын ала жазуымен белгіленіп қойған нәрсенің барлығына бірдей разы болу дұрыс емес. Мысалы, жасаған күнәларға разы болу сияқты. Разылық бұл жүрекке қуаныш пен толық қанағат ұялау үшін барлық наразылықты жою. Яғни бұл Алла тағаланың шешімдеріне қатысты жүрек тыныштығы. Алла разы болған нәрсеге, құлына таңдаған нәрсеге келісу. Мұндай разылықтың белгісі Алла тағаланың тағдыры орындалмай тұрып, адамның таңдау құқығы жоқтығына, тағдыры орындалғаннан кейін наразылық болмайтынына сенімді болу. Ал тағы бір белгісі кез келген қиыншылықта Аллаға деген сүйіспеншіліктің көрінісі. Расында Аллаға жаратушы ретінде разы болған адамның нағыз иманның дәмін татады. Ал жүрегінде дүниеге деген титтей болсын сүйіспеншілік болған адам мұның дәмін сезе алмайды. Разылық екіге бөлінеді. Әр нәрсені ең жақсы жүйемен жаратқан ұлы жаратушыға риза болу және оның барлық шешімдеріне риза болу. Демек, Алла тағалаға разы болған адам оның алдын ала жазып қойғандарына қарсы болмайды. Ал Алланың құлына тек ең жақсысын таңдайтынына сенімді болған адам тек оның таңдауын ғана қалайды. Ал тафуиз және тәслим деген екі түсінікке келетін болсақ, Алланың қалауына толық мойынсыну арқылы өз таңдауынан бас тарту. Тәслим, ислам және истислам түбірі бір сөздер, олар Аллаға мойынсыну, бағыну және Аллаға құл болу деген мағыналарды білдіреді. Тафуиз дүние тіршілігінің кез келген ісін таңдаудан бас тарту, Раббысына толық сенім арту және оның таңдауына қайшы келетін барлық нәрселерден бас тарту. Кей ғалымдар тафуиз Алла тағаланың шешімі жүзеге аспай тұрып, ал тәслим Алланың әмірі орындалғаннан кейін болады дейді. Тафуиз бен тәслим Алланы таныған адамның қасиеттері болып саналады. Алланың жазғаны құлға жақсылық, разылық, Алланың жазуымен болып жатқан барлық нәрсеге байланысты жүректің қуанышы. Алла тағаланың барлық шешімдеріне ризалық танытқан адамға үлкен сауап беріледі. Риуаят бойынша қиямет күні Алла әмірмен бір жаршы былай деп жар салады: құлдарының ішінен таңдалған таза пенделер қайда? Сонда періштелер: сенің таңдаған құлдарың кімдер деп сұрайды. Алла тағала былай деп жауап береді: олар менің бергеніме және тағдырыма разы болған құлдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала Мұса алейхиссаламға былай деді: тағдырыма разы болудан артық маған жақындай алмайсың. Имам Әбул Хасан әш-Шазалидің Құддүс-Сир мынадай насихаты бар: өз таңдауынан Алла тағаланың таңдауына ауыс. Расында өзіне бір нәрсені таңдаған адам оны алатынынан не ала алмайтынын білмейді. Алса да сақтай ала ма жоқ па оны да білмейді. Ал егер ол өмірінің соңына дейін қалса, бұл оған жақсылық ба жоқ па оны да білмейді. Ендеше нағыз жақсылық Алланың бізге таңдағандары. Біреу Хусейн ибн Алиге радиаллаху ан, сахаба Әбу Зар радиаллаху ан былай дейді: мен үшін байлықтан кедейлік, денсаулықтан ауру ұнамдырақ. Сонда Хусейн радиаллаху ан: Алла Әбу Зарды радиаллаху ан рахымына алсын. Ал мен болсам былай дер едім: адам Алла тағаланың өзіне ең жақсысын таңдайтынына сенімді болса, оның таңдауын барлық нәрседен артық көреді. Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху ан Әбу Муса Аль-Ашариге радиаллаху ан былай деп жазды: барлық жақсылық Алланың тағдырына разы болуда жатыр. Егер разылық көрсете алсаң, ең жақсысы осы. Ал егер оны жасай алмасаң, еш болмаса соған бойынсын. Алла тағаланың шешімдеріне риза болу Алла тағала туралы жақсы ойдың нәтижесі. Сондықтан Ибн Машиш Құддүс-Сир былай дейді: Алла тағаланың шешімдерінің ешқайсысына күмәнданба. Әр нәрседе Алла туралы жақсы пікірде бол. Алланың таңдауынан өз таңдауыңды ешқашан артық көрме. Дін танушы ғалымдар Алланың алдын ала жазған тағдырына разы болу үлкен нығмет, яғни жамандық зиянының тигізе алмайтын жақсы амал деп атап өткен. Сондай-ақ олар жамандықтың екі түрі бар екенін айтады. Бұл екеуі болған жағдайда көп жақсылықтың пайдасы аз ғана болады. Олар
Алланың тағдырына наразылық және Алла Тағаланың құлдарына қысым көрсету. Сондай-ақ екі нығмет бар. Олар болған жағдайда көп жамандықтың зияны аз ғана болады. Олар Алланың тағдырына разы болу және Алланың құлдарына қамқорлық танытып кешірімді болу. Ғұламалар Алланың үкіміне разы болу амалдардың ең абзалы екенін айтады. Кейбір ғұламалар сауабы мол 4 амал бар. Алла Тағалаға махаббат, Алланың тағдырына разы болу, жүректі дүниеден алыстату және барлық нәрседе Аллаға тәуекел ету дейді. Алла Тағаланың тағдырына риза болған адамның жүрегінде үлкен қуаныш болады, тыныштықта өмір сүреді. Ал бәрін өзінше таңдап жоспарлаған адам мазасыз өмір кешеді. Сахил ат-Тустури Қудуссир былай дейді: жоспарлауды және істеріңді таңдауды тәрк ет. Өйткені бұл екі қасиет адамның өмірін қиындатады. Имам Ибн Атаилла әл-Искандари Қудуссирух: нәпсіңе тыныштық бер, жоспарлау мен басқарудан босат, басқаның сен үшін істеп жатқанын жасама. Алланың сүйікті құлдары бұл мәселені жан-жақты зерттеген. Олар құлдың үкімін құлына алдын ала белгілеп таңдап қойған жаратушының үкімі деп есептейді. Имам Әш-Шаарани Қудуссирух былай дейді: қиын, тар жағдайдағы адамды көргенде оны бақытсыз, бейбақ деп айтуға асықпауға біз уәде бердік. Өйткені бұлай айтуда Алла Тағалаға қарсы шығу рухы жатыр. Керісінше, Алладан оған жеңілдік, кешірім және мейірім сұрауымыз керек. Алланың тағдырына разы болып, оған толық мойынсыну құлдықтың ең жоғарғы дәрежесі. Алла Тағаланың барлық үкіміне разы болу және оған толық мойынсыну Раббысына құлдық пен оған құлшылық етудің ең жоғарғы көрінісі. Исламның кемелдігі мынандай сипаттарда: ұлы жаратушыға мойынсыну және істерін оған ғана тапсыру. Расында мойынсыну сипатына ие болған адам шайтанға келгенде оған Алла Тағаланың лағнет келсе де, Алланың бұл тағдырына, иманына және жалпы ислам дініне разы болады. Сондықтан шын ықыласпен ғибадат еткен адам әрқашан амалына емес, Алланың шешімі мен тағдырына разы болады. Демек, егер адам қандай да бір жағымсыз жағдайға тап болса және бұл оған біраз алаңдаушылық тудырса, онда ол нәпсінің құлы болғаны. Ал егер оған қандай жағдайға жағымды немесе жағымсыз түскені маңызды болмаса, ол Раббысының шынайы құлы болады. Міне, бұл кез келген амалдың тамыры мен негізі. Ендеше, ей Алланың жолына түскен адам, құдіретті әрі пәк Алла әрқашан сенің Раббың болып қалатыны сияқты, сен де үнемі Раббыңның құлы бол. Мына бір шумақта бұл қандай әдемі түсіндірілген. Айыптау, мадақтау, бұларды ажыратқаның, бұл сенің өзіңді мүшриктерге ұқсатқаның. Жоғарыда айтылғандардың барлығы барша тариқаттардың ең үлкен ұстаздары бір ауыздан мақұлдаған негіздер болып табылады. Бірде имам Әш-Шаарани Қудуссирух өзінің ұстазы Әли әл-Хауастан Қудуссирух: мен кедеге қалай қарым-қатынас жасағаным дұрыс? Оған садақа беру арқылы жомарттық көрсетейін бе? Әлде оған кедейлікті таңдаған Алла Тағаланың алдында әдеп сақтап, сол күйінде қалдырайын ба деп сұрайды. Әли әл-Хауас Қудуссирух былай деп жауап береді: менің ойымша әдеп сақтағаның дұрыс. Егер Алла Тағала бір байды кедей қылған болса, Алланың бұлай жасауында сөзсіз бір хикмет бар. Алла Тағала ғаламдағы барлық нәрсені көріп, біліп, естиді. Сондықтан Алла Тағаланың алдында әдептілік танытып, оның жаратылыстарын қандай күйде көрсең, сол күйінде қалдырғаның дұрыс. Алла Тағаланың рұқсатынсыз олардың жағдайын өзгертуге тырыспа. Өйткені сен Алла Тағалаға кедей еткісі келген адамды бай етуді сұрап, Аллаға қатысты әдептік нормаларды бұзуың мүмкін. Ақыр соңында Алла Тағала бұл құлдың еншісін саған беруі мүмкін. Сол кезде сенің сол кедейдің жағдайын өзгертуге тырысқаның сияқты, Алла Тағала сенің жақсы көретін және разы болған нәрселеріңді жақсы көрмейтін және көңілің толмайтын нәрселерге ауыстырып жіберуі мүмкін. Ал егер Алла сені кешіріп олай жазаламаса, бұл кешірім сен үшін тіпті сезе алмайтын бір айлаға айналып, нәтижесінде рухани құлдырауға ұшырағандармен бірге сен де рухани күйреуге ұшырайсың. Тыныштық толық бойынсұнушылықта. Құлдың әдепсіздігінің ең жаман көрінісі Алла Тағаладан бір нәрсені табанды түрде сұрау. Өйткені жаратушы мұндай дұғаны қабыл еткен кезде құлдың уайымы көбейіп, көптеген қиындықтарға кезігеді. Сол кезде құл жаратқан иесіне берілген нәрседен құтқаруын сұрайды. Бірақ егер пенде Алла Тағаланың алдында ұялып, ешнәрсе сұрамаған болса еді, Раббысы құлына күткенінен де көп нәрсе берер еді. Сондықтан Алла Тағала жасалған дұғада қатты талап етпегеніңіз абзал. Бірақ бұл тек өзіне сұраған адамның дұғасына қатысты.
Ал басқа адамдар үшін бір нәрсе сұрауға келетін болсақ, бұл жағдайда ешқашан тыйым жоқ. Кейде нығмет сынақтың ішінде, ал сынақ нығметтің ішінде жасырынуы мүмкін. Ендеше, нығметтің ішкі жағына үңілетін болсақ, оның бойында көптеген жамандықтарды табамыз. Ал бұл қиыншылықтардың ең кішісі Алла Тағаланың сол нығметке ие болған қолынан берілген нығметке қатысты міндеттерін орындауды талап етуі. Яғни нығметтерге тек тілмен ғана емес, жүрегімен шүкіршілік ету. Ол нығметтің Алладан келгенін ойлап, оны тек жаратушы бекіткен игі істер үшін ғана пайдалану. Ал егер біз басымызға келген бақытсыздықтардың шынайы мәніне тереңірек үңілсек, онда үлкен нығметтердің жасырынғанын аңғарамыз. Өйткені келген қиындықтар тәкаппарлықтан арылуымызға көмектесе отырып, бойымызда өкініш, кішіпейілдік, бойынсыну сезімдерін тудырады. Алла Тағала бізге ғибадаттарды, оның барлық түрлерін орындауды, сондай-ақ Алла Тағалаға толық бет бұру үшін ғана білім алуды бұйырды. Осылайша пайғамбарлар мен мүршид камилдердің нәпсілері Алланың әмірлерін орындау арқылы ең жоғары кішіпейілдік пен мойынсұнушылыққа қол жеткізді. Сондықтан да мұндай дәрежедегі адамдардың нәпсілері ешқашан жамандықпен, кемшілікпен сыналмайды. Енді мынаны ойлаңыз. Алланың құлы нәпсісін тазартпай ғибадат етсе, ол өз амалдарына сүйсіне бастайды. Сол кезде Алла Тағала рахымын сүріп, мысалы, зина күнәсін жасату арқылы ондай құлын сынауы мүмкін. Сөйтіп, Алла Тағала бұл қолды көршілері мен таныстарының алдында ұятқа қалдырып, оған жазалау үшін басшының алдына алып баратын адамды жібереді. Сөйтіп, қолдың есімі күнәһарлар қатарына қосылғанда, ол бір тамшы арам нәжістен де өзін жексұрын, төмен сезіне бастайды. Бір күні имам Аш-Ша'рани Құдуссирх түсінде «Ва Абдул-Ваххаб, күллі илахи» жазбаларда айтылған барлық нәрсенің өлшемі болған сөздерді тыңда деген дауыс естиді. Бұған имам Құдуссирх бойынсынып тыңдаймын деп жауап береді. Бұдан кейін мынадай дауыс естіледі. Құл жүрегін кез келген нәрсені таңдаумен айналдырмау керек. Тіпті алдағы тыныс алуды да таңдамағаны дұрыс. Алайда ол Алланың сол адам арқылы жаратқан амалына лайықты іс жасау керек. Егер бұл амал құлшылық болса, онда бұл үшін Аллаға мақтау айтып, кез келген қателік пен ғапылдық үшін кешірім сұрау керек. Ал егер бұл амал мойынсұнбаушылық болса, Алланың әмірін бұзғаны үшін кешірім сұрап, маңдайына жазған тағдыр үшін Алланы мақтау керек. Бұған қоса әрбір ғапылдық пен қателік жақсы амалдармен ауыстырылу керек. Осылайша сенің қолыңмен Алла жаратқан әр нәрседе Аллаға деген әдепті сақтау жолын саған үйреттік. Біздің әрбір әрекетіміз бізге дәрі екені енді белгілі болды. Неге десеңіз, қолдың шынайы қалпы мынандай. Ол дененің көрінетін және көрінбейтін бөліктерінің қақпасында тұрып, белгілі бір әрекеттерді өзінен өткізіп тұрған қақпашы сияқты. Нағыз құл ғана қандай жағдайға тап болса да, әрбір әрекетіне лайықтысын береді. Өзінің құл екенін үнемі есте сақтайды. Кемелдікке жеткен адам заттардың байланысына ақиқат көзімен қарайды. Ал бір көзбен ғана көретіндер, фақихтар, шариғаттың сыртқы ғылымын меңгергендер мен мүриттер бір көзі соқыр адам сияқты. Өзін бір нәрсенің жасаушымын деп есептеген әрбір адам Алла Тағалаға серік қосқаны. Өйткені адам қандай да бір нәрсені жасай алатын болса, оны үлкен кемшіліктерімен қоса жасайтын еді. Расында Алла Тағала бізден ешбір амалды жаратуды талап етпейді. Тек мен жаратқан нәрсе бойынша амал етіңдер, басқасын емес дейді. Осыған сүйене отырып, жасалған күнә үшін өкінудің дәрежесі құл мен жасаған адам жасаған амалының арасындағы байланыстың күштілігіне байланысты. Демек, құл ешбір жағдайда өз күнәсін кішкентай, түкке тұрғысыз санамауы керек. Күнәларыңды ауыр күнәға жатқызу аса қажет. Өйткені бұл жүректің дайындығын нығайтып, оны ықылас сатысымен өрлетеді. Бұл деңгейге жеткен құл өз күнәсін Алла Тағаланың кешірімімен салыстырғанда түкке тұрғысыз көрінеді. Өйткені ол сол кезде шынайы жаратушының тек Алла Тағала екеніне және басқа ешкім емес екенін түсінеді. Ей мұсылмандар, қарапайым муменді жүректің ықылас деңгейіне жетуге қатысты нәрсеге шақырудан сақ болыңдар. Оны күнәлар үшін өкінбеуге, қайғырмауға үйретпеңдер. Өйткені бұл оны апатқа ұшыратады. Біліп қойыңыз, кім Алланы танитын болса, өзін ешбір әрекеттің жаратылуына қатысы жоқ деп санайды. Керісінше, ол өзін Раббысы оның амалдарын көрсететін дене ретінде ғана көреді. Өйткені кісінің қасиеті болып табылатын амалдар тек дене арқылы көрініс табады. Ал дене мүшелері адамдар кіріп шығатын есіктер сияқты амалдарға арналған қақпа ретінде қызмет көрсетеді, басқа ештеңе емес.
Өйткені бұл қақпалардан шыққан адамдар олардан туындамайды және оларға тікелей қатысы жоқ. Ендеше құлдың болмысының өзі Алланың жаратуы болса, құл ұлы жаратушының көмегінсіз қалайша бір амалды істемек? Сол амалын Алланың қабыл етуін күтуі дұрыс болмақ. Нәпсінің өзі барлық амалдармен бірге Алла тағалаға ғана тән және оның құдіретін бір сәтте тысқары шығара алмайды. Міне, осыны түсінген адам өзі арқылы көрініс тапқан игі істердің көптігіне қуанбайды, азайғанына қайғырмайды. Шейх Әш-Шазали: мен түсімде рухани ұстазымның алдында бір адаммен отырғанымды көрдім. Ұстазым маған былай деді: мына 4 өсиетті есте сақта. Біреуі осы адамға, ал 3-еуі жеке өзіңе қатысты. 1. Өзіңе ешқандай істі таңдап алма. Керісінше, таңдаудың жоқтығын таңда. Кез келген таңдаудан аулақ бол. Тіпті осы аулақ болудың өзінен аулақ бол. Әр нәрседе Алла тағалаға қарай бой түзе. Өйткені ол Раббың қалағанының бәрін жаратады және олар үшін жақсысын таңдайды дейді. Шариғат таңдаған нәрсенің бәрі өз тәртібімен бірге Алланың таңдауы. Оған сенің еш қатысың жоқ. Бұған қоса шариғат жаратушының таңдауынсыз ешқайда бара алмайсың. Тыңда және мойынсын. Ал егер адамдар сенімен дауласып қарсы келсе, оларға Алла не істегендердің бәрін біледі де. 2. Дүниелік ләззаттардан аулақ бол және әр нәрседе Алла тағала тәуекел ет. Өйткені Аллаға тәуекел ету кез келген жағдай мен кез келген ахуалдың негізі. Алланы куә қыл. Сөзде де, істе де, ахлақта да, рухани күйде де оған тәуекел ет. 3. Күмәнданудан, Аллаға серік қосудан, басқалардың қолындағыға, қызға қараудан, сондай-ақ кез келген нәрседе Алла тағала қарсылық білдіруден сақтан. Алла тағалаға шынайы ықыласпен құлшылық етіңдер. Ұстаз әрі қарай былай деп сөзін жалғады: бұл бейшараның жанын жаралап құртқан 2 қасиет. Ол дүние істерін өз қалауымен қолға алып, тек өзіне ғана сүйеніп, ақырет істеріне, Алла тағаланың беретін нығметтеріне күмәнмен қарайтын. Істеріңді ретке келтірудің алдында Алла тағалаға бет бұры және одан жеңілдік нығметін ал. Кез келген амал жасалғаннан кейін Алладан қорқып оған тәубе еткен кезде күнә болып есептелмейтінін ұмытпа. Рызық несібеңді Алланың жіберген жерінен алып, білімдеріңді пайдаланып, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне берік ұстан. Кемелдіктің баспалдағымен өз бетіңмен көтеруге тырыспа, сүрініп кетесің. Кім Алладан разы болса, Алла одан разы. Алла тағала өзінің разылығының бір белгісі құлдың Раббысынан разы болу екенін айтады. Сондай Алла тағала: Алла оларға разы, олар да оған разы. Бәйне сүресі 8-ші аят дейді. Бір шәкірт ұстазына: мен жүрегімнің Алла тағалаға разы болғанын көрсем, Алланың да маған разы екенін білемін дейді. Сонда ұстаз оған: әрекетің неткен көркем еді балам дейді. Алла тағала Муса алейхиссалам пайғамбарға мынадай уахи түсірді: уа Имранның ұлы, расында менің разылығым сенің менің бекіткен тағдырыма разылығыңда жатыр.